Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалыктары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Өзбекстанда Jalolov әуесқойды жеңілген қазақстандықпен айқасатынын хабарлады. Өзбекстанда Олимпиаданың екі дүркін чемпионы Bahodir Jalolovтың Қазақстандағы жекпе-жек өткізетінін қатысты пікір білдірді деп хабарлайды. Бокс кеші 5 сәуір Астанада өтеді. Ал Өзбекстанның бокс федерациясы Bahodirдің қарсыласы қазақстандық Иван Дычко болады деп есептейді. 2 метр құбыжық Jalоlovқа Қазақстанның қарсыласы табылды. Ресми Bahodir Jalolov келесі жекпе-жегін уақытында мен орны растады. Біздің ауыр салмақтағы боксшы келесі айқасын мен жайын айтты. Мұның алдында хабарлағандай отандасымыз рингке 5 сәуір Астанада Top Rank ұйымдастыратын бокс кешінде шығады. Әзірге қарсылас кім болатын туралы ақпарат жоқ. Алайда Jalolov қазақстандық Иван Дычкомен кездеседі деп күтілуде, делінген Өзбекстан кәсіпқой бокс федерациясының әлеуметтік желісінде жазбады. Jalolov Астанада Дычкомен айқасады ма? Промоутер мәлімдеме жасады. Орта салмақ чемпионы Жәнібек Әлімханұлы сәуір Астанада өтетін бокс кешінің ұйымдастырушылары Өзбекстандық Bahodir Jalolov пен қазақстандық Иван Дычко арасында айқас өткізу мүмкіндігіне жоққа шығарымда, деді. Бокс кешінің арналған баспасөз мәслихаты кезінде ұйымдастырушылар бұл жекпе-жекті де ұйымдастырып беруге дайын екенін мәлімдеді. Қазіргі таңда Олимпиаданың екі дүркін чемпионы болған өзбекстандық қарсылас белгісіз, бірақ оның Астанадағы бокс кешінің қатысты хабарланып қойды. Мұны екі боксшыдан сұрау керек, мен емес. Егер олар айқасқысы келсе, неге өткізбесек? Біз қолдауға дайынбыз, бірақ оған екі боксшының да келісімшарты қажет, дейді Nomad Promotion өкілі Сэм Катквоски. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.